Неліктен интернет желісінде жалған ақпараттар рекке шығып, бүкіл интернетті жаулап алады да, ал халыққа керекті нақты пайдалы ақпараттар олар назардан тыс қалып қояды, просмотр аз жинайды. Балжан, қазіргі таңда ең бірінші мысал бүйтіп қарап отырсаң, мен өзіме келсе, мысалы да, эфирға шықсам да, болмаса жаңағы шынайы ақпараттарды, мысалы, роликтер қоямыз ғой, мысалы да, TikTok парақша платформасына, басқа да Instagram, Facebooktарға қойсаң, просмотр, можно сказать, жоқ, 200-300 адам рейтингқа шығармайды. Неге? Потому что ол мен жеке, конечно, ойым, мына қарапайым халықтың нақты шынайы ақпараттарды естіген қалмайды. Қазіргі таңда, мысалы, мен кеше эфирға шықтым, бір 10 минут болған жоқпын, мен ограничениеге қойып тастайды да.